Жаңа су іздедіңіз бе? Тұмсығыңызды жоғары көтеріп, жан-жаққа барлау жасағандай болдыңыз. Анам пілдер өте алыстағы судың өзін тұмсығымен сезе алады деуші еді. Сол рас па? Ол рас Тиынжан. Біз тіпті мына үлкен құлағымызды тосып, басқалар ести алмайтын қашықтықтағы судың шылдырлаған дауысын да естиміз. Міне керемет! Судың орнын сезе білу бізге көп көмектеседі. Өзің ойлап қараш. Раббымыз бізге бұл нығметті бермегенде, алып денемізбен су іздеп жүгіре беру бізге оңай тиермеді, тез шаршар едік. Бұл Аллах Тағаланың бізге көрсеткен мейірімділігі. Раббымыз мейірім көрсеткендерді, әсіресе әлсіздерге көмектескендерді жақсы көретін болғаны ғой. Солай емес пе? Әрине.